2023 жылы жәрдемақылар неше теңгеге өзгереді? Бала тууына байланысты төленетін жәрдемақы туу жәрдемақысы жұмыс істейтін және істемейтін әйелдерге де төленеді. 1, 2 және 3 баланың тууына байланысты қаңтардан бастап 131.100 теңге, 4 және одан да көп балаға 217.350 теңге төленеді. Жұмыс істемейтін аналарға 1,5 жасқа дейінгі жәрдемақы мөлшері: бірінші балаға 19.872 теңге, екінші балаға 23.495 теңге, үшінші балаға 27.083 теңге, төртінші және одан көп балаға 30.705 теңге төленеді. Көп балалы отбасыларға арналған жәрдемақылар: 4 балаға 55.304 теңге, 5 балаға 69.138 теңге, 6 балаға 82.973 теңге, 7 балаға 96.807 теңге, 8 және одан да көп балаға әр балаға 13.800 теңгеден төленетін болады. Мүгедектік бойынша жәрдемақы: бірінші топтағылар үшін 77.889 теңге, екінші топтағылар үшін 62.067 теңге, үшінші топтағылар үшін 42.190 теңгені құрайды. Асыраушысынан айырылғандарға берілетін жәрдемақы мөлшері: асырауында 1 адам болған жағдайда 34.888 теңге, 2 адам болған жағдайда 60.445 теңге, 3 болған жағдайда 75.049 теңге, 4 болған жағдайда 79.511 теңге, 5 болған жағдайда 82.351 теңге, 6 және одан көп болған жағдайда 85.596 теңге. Алтын алқа, күміс алқамен марапатталған немесе бұрын батыр ана атағын алған, бірінші және екінші дәрежелі ана даңқы орденімен марапатталған көп балалы аналар табысына қарамастан ай сайын 25.530 теңге алады.